Жақсы, әпке барластар, біз жаратылыстың басталуы кітабын жалғастырып жатырмыз. Бүгін 21-ші тарауға жеттік. Алғашқы 7 аятын қарастырамыз. Солай. Келіңіздер осы бүгінгі мәтінді оқып бастайық. Содан кейін оны егжей-тегжей Құдай қаласа қарастырамыз, иә. Содан кейін жаратқан ие өзі айтқандай Сараға рахымын түсіріп, берген уәдесін орындады. Сара жүкті болып Ибрайымға қартайған шағында ұл туып берді. Бұл Құдай алдын ала белгілеген мезгілде болды. Ибрайым Сара тапқан ұлдың атын Исқақ күледі деп қойды. Өзіне Құдай бұйырғандай оны 8 күн өткен соң сүндеттеді. Исқақ дүниеге келгенде Ибрайым 100-ге толған еді. Сара қуанып былай деді: Құдай маған күлкі сыйлады. Мұны естіген әркім менімен бірге қуанып күледі. Сара нәресте емізетін болады деп Ибрайымға алдын ала кім айта алар еді. Бірақ екеуміздің егде тартқанымызға қарамастан мен оған ұл туып бердім дейді. Аумин. Сол. Осы біз 21-ші тарауға жеткен кезде сіздер егер басынан болсаңыздар, кейбір көп нәрселер есіңізде. Бірақ осы тарауға, осы мәтінге кірместен бұрын кейбір еске түсіретін жайттар бар. Сол. Жаңағы осы кітаптың жоспары не еді, мақсаты не? Ол алғашқы 1-ші, 2-ші тарауда Құдайдың құтқарушы екендігін көрсетіп, құтқарушы емес, жаратушы екенін көрсетіп, әлемді жаратады. Алайда 3-ші тарауда алғашқы адамдар Адам ата мен Хауаны күнә жасайды. Сол кезде Құдай әйелге уәде береді: сенің ұрпағың, болашақта сенің тұқымың осы жыланның басын мұжатын болады, жылан оның аяғын шағатын болады дейді. Алайда сол жыланның басын мұжатын, сол құтқарушы келетіндігін түсінікті, бір мағынада. Өйткені ол жай қарапайым адам емес, бірақ бір жағынан ол адам екендігін түсінеміз, әйелдің тұқымы болғандықтан. Ол кім екен деген сұрақты қойған кезде, ары қарай мәтінді оқып, сол сұрақпен жалғастырамыз да. Кейін ары қарай адамзаттың қаншалықты күнәһар екендігін көреміз. Құдай тіпті кейін топан суды да жібереді, естеріңізде болса, бүкіл адамзатты қырып жібереді. Құдайдың адамзатқа деген көзқарасы қандай екендігін көреміз. Құдай қасиеттілігі соншалық, адамзаттың күнәһарлығы соншалық. Құдай тіпті бүкіл адамзатты жойып жіберуге шейін барады. Бірақ адамзаттың күнәһар болғандығы соншалық, ол топан су ол мәселені шешпейді. Сондықтан Құдай сол бүкіл адамзатты жойып жібермейді, бірақ Нұхты таңдайды, Нұх арқылы ары қарай өзінің жұмысын жалғастырады. Ары қарай қараған кезде ол келесі 12-ші тарауда Ибрайымды өзі таңдап алды. Сол Ибрайым арқылы жұмыс істеп жатты. Ол Ибрайымға келген кезде өзінің оған уәде береді. Оған дейін қарғыс келеді. Адам ата күнә жасағандықтан жерге қарғыс келеді. Олардың ұрпақтарының іс-әрекеттеріне сай олардың өмірлерінде қарғыс болады. Бірақ Құдайға ұнамды өмір сүрген арқылы сол Құдай жұмыс істеп келе жатқандығын көреміз. Кейін 12-ші тарауда сол Ибрайымға айтады: мен саған бата берем деп айтады. Ибрайымға тұқымды уәде етеді. Бағанағы 3-ші тарау 15-ші аятта тұқым деген кездестік. Ибрайымға да сол тұқымды уәде етеді, жерді уәде етеді, және сенің ұрпақтарың арқылы бүкіл жер, бүкіл ұлттар жарылқанатын болады. Сол батаның келетіндігін көріп жатырмыз. Сол кезде кезінде Хауа анаға берілген уәде осы Ибрайымға дейінгі ата бабалар арқылы келе жатқан желі арқылы, шежіре арқылы, Ибрайым арқылы өтеді. Кейін Құдай осы Ибрайымға сондай уәде береді.
И бүгінгі мәтін сол Ыбырайымға берген уәдесі жүзеге асқандығын көреміз, иә. Келіңіздер сол мәтінді енді егжей-тегжей қарастырайық. 21-ші тарау жаңа оқыдық, иә. Осы жақта Құдай өз сөзін орындағанда деп тақырып қойдым. Сол бірінші қарайтын болсақ, алғашқы 2 аятында Құдайдың адалдығы дәлме-дәл немесе сөзбе-сөз, иә. Мына жақта адалдығы деген кезде сенімділігі, иә, бір уәде еткен нәрсесін толықтай жүзеге асыратындығы, ұмытып кетпейтіндігі, сол мағынада адалдығы деп қолданып жатырмын. Немесе сенімділігі, үміт артуға болатын, оған Құдайға сенуге болады, иә. Сол мағынада. Осы 3 бүгін мәтінде Құдайдың сенімділігінің 3 көрінісін көреміз. Солай. Кезінде Хауанаға берген уәдесі орындалып жатыр. Бірақ Ыбырайымға да берген уәдесі орындалып жатыр, иә. Қарайық. Мына жақта айтады, иә. Содан кейін жаратқан ие өзі айтқандай Сараға рақымын түсіріп берген уәдесін орындады дейді. Содан кейін деп жатқан оған дейінгі болған оқиғадан кейін, иә. Оған дейін не болды дейтін болсақ, жаңағы 20-ші тарауда Ыбырайымның Әбу-Мәлікпен, иә, Герардағы болған ыңғайсыз жағдайы, қайтадан Ыбырайым кезінде Перғауынмен болғандай Құдайдың сенімділігіне күмән келтіріп, не істейді? Әйелі Сараны тек қана әйелім демейді да, қарындасым деп мойындап, соның нәтижесінде ол Әбу-Мәлік сол жергілікті елдің бір патшасы болғандықтан ол оны өзіне әйел қылып алмақшы болады, алайда Құдай оған жол бермей қайтарып береді, иә. Арасында еш нәрсе болмайды, сондықтан жаңағы Сараның ары таза екендігі түсінікті. Солай нәтижесінде жаңағы Әбу-Мәлік пен Ыбырайымның қарым-қатынасын Құдай қалпына келтіреді, оларды жөнімен жібереді. Сөйтіп жаңағы Ыбырайым мен Сара аман-есен кетеді. Сөйтіп осы 21-ші тарау бүгінгі мәтінге келген кезде айтады, иә. Содан кейін Құдай әлі жаңағы Ыбырайым Құдайға сенімсіздік білдіргеніне қарамастан Құдай не істейді? Жаратқан ие, мына жақтағы артында тұрған сөз Яхве, иә. Осы Құдай Ыбырайымға берген келісімге сай өзінің уәдесін жүзеге асырушы Құдай. Тағы кейін Мұса Мысырдан исраилдықтарды шығарған кезде Құдай оттың ішінде осы Мұсаға сөйлеген кезде айтады, мен кіммін дейді, мен осы мәңгі бар болушымын, жаратқан иемін, яғни Яхвемін деп өзін таныстырады. Сол жаратқан ие не дейді? Өзі айтқандай Сараға рақымын түсіріп берген уәдесін орындады дейді, иә. Осы аударма жаңағы ойды жеткізіп жатыр. Құдай өзі айтқандай Сараға рақымын түсіріндіріп берген уәдесін орындады дейді, иә. Сол. Жаңағы бүгінгі мәтінде сол Құдайдың кезіндегі берген уәдесін, Хауанаға берген уәдесін, осы Ыбырайым мен әйелі Сараға берген уәдесін жүзеге асырып жатқандығын көрсетіп жатыр, иә. Солай. Бірақ тағы бұл мәтінді егер біз мынандай сөзбе-сөз аударатын болсақ, бір қызық нәрсені байқаймыз да. Егер біз бұлай сөзбе-сөз аударатын болсақ, айтады, жаратқан ие Сараға барды, кезінде айтқандай, немесе жаңағы назар аударды, иә, кезінде айтқандай. Осы айту сөзі ойы бар сол жерде. Кейін сол 21-ші аяттың 2-ші бөлігінде қайталанады. Және жаратқан ие Сараға істеді, кезінде сөйлегендей. Кезінде дегенді қосып қойдым, қосымша ой ретінде, бірақ о жақтағы мынау айтқандай, сөйлегендей деген екі осы сөз бар. Екі сөз бар. Сол кездегі
жаңағы автордың айтып жатқаны бір нәрсені ойды екі рет қайталап жатқаны, Құдай оны жай әшейін істеген жоқ, бірақ кезіндегі айтқанындай. Сонда Құдайдың кезінде берген уәделеріне Құдай қандай екендігін, Құдай адал екендігін, өз уәдесін аяғына шейін жеткізетіндігін, орындайтындығын айтып жатыр. Солай. Содан кейін осы жаңағындай әрбір сөзді жеке-жеке қарайтын болсақ, бір қызық нәрселерді байқаймыз. Біздің қарап жатқанымыз Құдайдың адалдығы немесе сенімділігі, ол дәлме-дәл екендігін қарастырып жатырмыз. Сол кезде бағана сөзбе-сөз аудармада Құдай Сараға барды дейді, немесе мынау қазақша аудармада, күнделікті аудармада рахмын түсірді дейді. Бірақ сол сөз басқа жерлерде қалай пайдаланды дейтін болсақ, ол жаңағындай мағынасы көп сөз, 7 немесе одан көп мағынасы бар, әр мәтінге контекстіне қарай қолданылады. Сол кезде бірақ біздің осы баланың дүниеге келуі немесе осы Құдайдың ерекше мақсатына қатысты кейбір жағдайларда қолданғанын қарайтын болсақ, қызық жайттарды байқаймыз. Мысырдан шығу 3:16-да мынандай жазылған. Жаңағы Құдай айтып жатыр, бар да Израильдің рубасыларын жинап алып, оларға былай де: ата бабаларыңның Құдайы, Ибраим, Исқақ, Жақыптың сыйынған Құдайы, жаратқан ие маған аян беріп мынаны айтты: мен сендерді назарымда ұстап келемін, Мысыр елінде көрген жәбірлеріңді түгел білемін дейді. Осы жақта назарымда ұстап келемін деген бүгінгі мәтіндегі жаңағы Құдай Сараға барды немесе назар аударды дейді. Немесе бүгінгі жаңағы біздің күнделікті оқып жүрген аудармамызда ол жақта рахмын түсірді дейді. Сол кезде Құдай осы ерекше іс-әрекет еткен кезін соған екпін қойып айтып жатыр. Сондықтан бұл кездейсоқ іс-әрекет емес, бірақ Құдайдың жоспары және кезіндегі уәдесіне сай жүзеге асыруы, келісімге сай жүзеге асыруы. Сондықтан ол әшейін мен ұмытып кетіп едім, айтпақшы, мен келіп қалдым емес, бірақ соның өзінің кезіндегі берген уәдесін толықтай жүзеге асыру. Тағы да бір мысал, осы Мысырдан шығу 4:31-де қарайтын болсақ, айтады: сонда халық Құдайдың Мұса мен Харонды жібергендігіне сенді, олар жаратқан иенің өздерін назарында ұстап келгенін, назарында ұстап келгенін, азапты өмірлерін көріп тұрғанын естігенде оған бас иіп тағзым етті. Сондықтан ол жай еске түсіру емес, назарда ұстау, сол мағынада іс-әрекет істеу. Кейін жаңағы патшалықтар туралы 1-ші кітап 2-ші тарау 21-ші аятта мынандай сөздер бар. Бұл кезде жаңағы Құдайдың Ханнаға бала беруі жарылқауы. Содан жаратқан ие Ханнаны жарылқап, оны тағы 3 ұл 2 қызға ана етті. Ал Самуил жаратқан иенің көз алдында есейіп өсіп жатты. Осы шақта да жаратқан иенің жарылқауы, сол нәрсе. Ол әшейін емес, бірақ Құдайдың кезіндегі берген уәдесін жүзеге асыруы. Солай. Құдай оның құрсағын ашты, назарында ұстады. Сол сөз ол жақта да қолданып жатыр. Сондықтан осыған назар аударатын болсақ, оны ол неге істеді деген кезде кезінде айтқандықтан, осы мәтіннен көретініміз Құдай өз уәдесіне тұратын Құдай. Сол себепті жаңағы егер біз Забур жырларын оқитын болсақ, Құдайдың сол жаңағы Израиль халқымен Құдайдың уәдесі келісімі болғандықтан, Құдайдың берген уәделері болғандықтан, олар өз мейіріміңе, өз рахымыңа сай деп айтады.
бірақ сол нәрселер кезінде Құдайдың берген уәдесіне қайта сілтеп, соның негізінде Құдайдан сұрайды. И сол арқылы біз жаңағы тіпті көне өсиеттің ішінен жаңағы қуанышты хабар немесе ізгі хабарды көреміз. Олар біздің амалдарымызға сай деп сыйынбайды, бірақ Құдай сен кезіндегі берген уәделеріңе сай бізге жауап бере көр дегендей өтініштер жиі көреміз осы забур жырларында. Солай. И осындай осы сөздің сондай қолданатын жерлері басқа жерлерде де бар. Сол. И сол кезде қарайтын болсақ, бүгінгі мәтінге оралған кезде кім бірінші қадамды жасап жатыр? Содан кейін жаратқан ие өзі айтқандай Сараға рахымын түсіріп берген уәдесін орындады. Сол Құдай өзі уәде еткендей өзі істеп жатыр. Солай. И жаңағы бүкіл тарих алдыға жылжып жатқан кезде, оны алдыға жылжытып жатқан Құдайдың өзі. И жаңағы әсіресе киелі кітаптық тарихта сол нәрсені біз айқын көреміз. Солай. Сондықтан біз Құдайдың өз уәдесін орындаған кезде сенімді екендігін көреміз бүгінгі мәтінде. Тағы ол жаңағы бірінші осы 2 аятта оның сол сөзбе сөз, дәлме дәл соны орындайтындығын көреміз. Айтады, Сара жүкті болып Ыбырайымға қартайған шағында ұл туып берді. Жаңа бірінші аят пен екінші аяттың байланысын көріп тұрсыздар. Құдай келді, Құдай уәдесін орындады. Сол себептен екінші аятта Сара жүкті болып Ыбырайымға қартайған кезінде орындалды. Қартайған шағында ұл туып берді дейді. Бұл Құдай алдын ала белгілеген мезгілде болды. Сол. Мына жақта қарайтын болсақ, осы бірінші екінші аяттарда жаңа айттық қой, Құдай айтқандай. И ол жайлы еске түсіретін болсақ, жаңа 12-ші тарау 2-3 аятта не дейді? Мен сенен үлкен халықты өрбітіп таратамын. Біреуден халық шығу үшін кем дегенде одан бір бала шығу керек. Сені жарылқаймын, әрі атыңды шығарамын. Сен арқылы ақ батан басқаларға да жететін болады. Саған ақ батасын бергендерді мен жарылқаймын. Ал кім сені жамандап қарғаса, соны мен қарғаймын. Сен арқылы жер бетіндегі барлық ұлттар жарылқанады. Сол уәдесін кейін қайталайды 17-ші тарау 16-ші аятта. Мен оны жарылқап, саған Сарадан бір ұл сыйлаймын. Сараға ұлттардың түп анасы болсын деп ақ батамды беремін. Халықтардың патшалары да Сарадан тарайтын болады дейді. Уәде. И тағы жаңағы бүгінгі мәтінді біз оқып жатқан кезде көреміз, Ыбырайымның жасы қаншада? 100-ге келген кезде ұл табады. Біз сұрауымыз мүмкін, тоқта. Ыбырайым оған дейін де балалы болған жоқ па? 86-да шамамен. Сол кезде оның өзі бір керемет жағдай сияқты, бірақ егер ары қарай оқитын болсақ, Сарадан кейін де балалы болады. Оны 25-ші тарауда оқитын болсақ, тағы да балалы болғандығын көреміз. Сарадан кейін. Сол кезде оның бір кереметтілігі неде? Деген кезде бір жағынан жаңағы Ыбырайымның өзі де жасы келген, ол түсінікті. Бірақ екіншісі Сараның да жасы келген. И олардың үйленгеніне қанша жыл болды десе, ұзақ жыл болды. Жас кезінде үйленген кісілер шамамен. Күйеуі 100-ге келді, Сара нақты белгісіз. Қартайған кезде екеуі де сондықтан Құдайдың сол жауап беретініне күмән келтіріп жүр. Кейбір жерлерде. Сол себептен Құдай уәде етіп жатқан тек қана Ыбырайымнан бала болады емес, бірақ Ыбырайымда бала болады, бірақ Сара арқылы болатындығы сода. И сондықтан көп жылдар бойы Сараның құрсақ көтере алмай жүргендігін көреміз. И сондықтан бүгінгі мәтіндегі Құдайдың жауап беруінің ол ерекше керемет екендігі сонда. Жаңағы Құдайдың өзі соларға құрсағын жауып жүрді Сараның. Бірақ уақытысы келгенде, Ыбырайым 100-ге келген кезде, бағана 12-ші тарауды оқыған кезде Құдай сол алғаш рет уәде бергенде Ыбырайымның жасы 75-те еді. Соның өзінде оларда балалар әлі жоқ екендігі
мәселе көтеріледі. Жаңағы 11-ші тараудың соңын оқысаңыздар, сол жақта олардың баласы болмағандығын айтады. Соның өзін, сол кездің өзінде бұл нәрсе әсіресе таяу шығыста, көне шығыста, бізде де жаңағындай шығыс жақтың адамдары ретінде балалы болған бір бағаланады, жақсы нәрсе ретінде қарастырылады. И оларға сондай жаста ұрпақ көрмеген бір қиын жағдай екендігін түсінеміз оларға. Солай. Кейін ары қарай оқитын болсақ, 18-ші тарау 10-ші аятта Құдай сол уәдесін қайталап айтады. Мынау Ыбырайымның жасы 99-да келген кезде айтады: келесі жылы осы уақытта мен саған тағы да келемін, сонда елің Сараның ұлы болады. Қайталанып жатыр. Басқа елден емес, бірақ Сарадан ұлы болады деп уәде берді. Осы сөздерді қонақтың артындағы шатырдың аузында тұрған Сара да естіді. Ал Ыбырайым мен Сара қартайған адамдар еді. Сара бала туудан қалған жаста болатын дейді. 18-ші тарау 11-ші аят. Сол. 12-ші аятты оқысақ айтады: сол себепті ол мен әбден қартайған шағымда осындай қуанышқа кенеле алар ма екенмін? Қожайынымда тым кәрі деп іштей күлді. Осы жақта бір жағынан кішігірім күмән бар, сондықтан күліп жатыр. Күмәннен күліп жатыр. Осыны еске түсіреміз. Жаңағы кейін 13-ші аятта иеміз Ыбырайымға Сара неліктен күліп тұр деп сұрап жатыр. Сол Сара оған айтады: мен күлген жоқпын деп айтады кейін. Сөйтіп біздің мәтінге оралған кезде Құдай осы жақта өзі айтқандай деген кезде соны түсініп отырмыз. Кезінде Құдай қаншама жылдары бойы уәде етіп келе жатқан нәрсесін уақытысы келген кезде, өз уақытысы келген кезде орындады. Солай. Жаңағындай кішігірім мынау мәтіннен тыс осы біздің сыйынуымызбен Құдайдың жауабына қатысты қолданыс. Құдай бізге бір нәрсе үшін сыйынсақ, оның еркіне сай, оның болып жатса, бізге жаңағы үш түрлі жауап болуы мүмкін. Бізге айтады жоқ дейді, өйткені оның еркі жоқ оған. Екіншісі иә дейді, үшіншісі күте тұр. Сол. Қазір емес. Кейбір кезде ол сол сәтте беруі мүмкін. Жаңағындай ол сол сәтте жатқан қысқа уақыт, сол күн, сол апта, сол жыл, немесе күте тұр деген кезде, мына Ыбырайымның жағдайындай Құдайдың өзі келіп уәде етіп отырғанның өзінде 25 жыл күтті. Сол. Ал бірақ біз сол арада Құдай сенің еркің болсын, сен өзің білесің деп біз сондай сеніммен, балалық сеніммен Құдайға үміт артсақ, жүрегімізде тыныштық болады. Егер сен Құдай қаламасаң, сен білесің, мен өзімді сенің қолыңа тапсырам деп сондай балалық сүйіспеншілікпен, балалық сеніммен Құдайға келсек, бізде жүрегімізде тыныштық болады. Андай қасарсу, Құдайға деген реніш сезімі болмайды. Солай. Сөйтіп үйренуге тырысу керек. Мынау екінші аяттағы нәрсе, өзінің Құдайдың белгілеген уақытында деп айтылып жатыр осы аяттарда. Осы екінші аятта айтады, Сара жүкті болып Ыбырайымға қартайған шағында ұл туып берді. Ол Құдай алдын ала белгілеген мезгілде болды. Сол. Құдай сол кезде уақытысы қалағанда әлемді жаратты, қалаған кезде басқа нәрселерді істеді. Уақытысы келгенде, қалаған кезде Ыбырайымның өмірінде де уәдесін беріп, сол жұмысын атқарды. Сол себептен Құдайдың істеп жатқандығы өз уақытына сай. Кейбір кезде артқа қарап, тарихқа қарап, Құдай неліктен кейбір нәрсені сол уақытта істеген мүмкін түсінуге болады, мүмкін түсінбейміз. Кейбір кезде неліктен дәл сол уақытта істеді деп айта алмаймыз. Неліктен ол Ыбырайым 100-ге келген кезде істеді, неліктен 101-ге келгенде істемеді.
Құдайдың өзінің белгілі бір бізге ашпаған себептері болады. Мүмкін мәңгілікке барған кезде білеміз, иә. Алайда біз Құдайдың өзі уақыты бар екендігін сеніп, біліп, соған үміт артсақ, сондықтан сеніміміз содан өседі. Сол жаңағы Құдайдың сол көне өсиетте де, мысалы, кейбір нәрселерді қарайтын болсақ, уақытысы келген кезде жүзеге асыратындығын білеміз. Мынау көне өсиетте Абақуқ деген пайғамбар 2-ші тарау 3-ші аятында айтады, Құдай айтады: өйткені бұл хабар белгілі бір уақытта іске асып орындалатын кезіне меңзейді. Ол өтірік болып шықпайды. Орындалуы кейінірек болса да, оны күт. Ол шүбәсіз келіп, еш кешікпейді дейді. Сол Абақуққа берген аяны уақытта, болашақта болатын нәрсесі жайлы айтып жатыр. Соның өзі уақыт келген кезде орындалады, кешікпейді деп Құдай түсіндіріп жатыр соны. Сол сияқты бізде Құдай кейбір уәделерін уақытылай істейтіндігін түсінуіміз керек. Жаңағы кейбір кезде оны пайғамбарлық сөз арқылы алдын ала қашан болатындығын айтады, кейбір кезде айтпайды. Әсіресе енді киелі кітаптан тыс кезде біз Құдайдан артық аян сұрап, қашан менің бір нәрсем болады, сұрап жүргеніміз, қашан балмұздақ жеймін, қашан сіздің дұға мұқтаждығыңыздың тізімінің ішіндегі нәрселер қашан орындалатынын біз білмейміз. Бірақ Құдайдың өзінің қалаған уақытында егер иә десе болады, жоқ десе ол нәрсе болмайды. Тағы жаңа өсиетте Галаттықтар 4:4-те ол жаңағындай Исаның келуі, құтқарылуға қатысты нәрсені айтып жатыр. Айтады: ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің рухани ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңын үстемдік етіп тұрған халықтың арасында дейді да, ары қарай сол мақсатын орындады дейді. Балалар ету үшін келді дейді. Қашан белгілеген уақыты, неліктен ол уақытты белгіледі, толықтай ашқан жоқ, неге екендігін. Сондықтан Құдай ешқашан кешікпейді, Құдай ешқашан асықпайды, ерте істеп қоймайды, уақытылы істейді. Сондықтан бізден талап етілетін нәрсе Құдайдың сол уақытысына сену. Егер қаласа, сол нәрсесін жүзеге асырайды. Тағы да қарайтын болсақ, мынау осы Құдайдың қалаған уақыты деп жатқанымыз, Құдай қалаған уақытысында Сараға, құрсағы жоқ немесе құрсағы көтере алмаған Сараға бала береді. Дәл сол сияқты уақытысы қалаған кезде Құдай өзі белгілеген уақытта, бүгінгі мынау Галаттықтар 4:4-те айтады, содан кейін Римдіктер 5:6-да айтады. Құдай жаңағы Мәсіхті не істеді? Жіберді. Мынау Римдіктер 5:6-да айтады: ақталуға ешқандай шарамыз болмай тұрғанда, Мәсіх Құдай алдын ала белгілеп қойған уақытында күнәһар біздер үшін жанын қиды дейді. Сол кезде бағанағы Құдайдың Хауанаға берген уәдесін Ыбырайым арқылы, Ысқақ арқылы, нәтижесінде Ысқақтан тараған ұрпақ арқылы осы біздің жыл санақпен 2000 жыл бұрын біздің жыл санақтың басы кезінде Иса Мәсіх аяқ-шағашқа шегеленіп қайта тірілді. Сол уәдесін сол арқылы не істеді? Бағанағы жыланның басын мыжатын іс-әрекет істеді. Сол себепті Құдайға сенім арта алатынымызды біз не істейміз? Білеміз. Солай. Сонымен бүгінгі осы мәтіннен көріп жатқан бірінші ой, Құдайдың адалдығына немесе сенімділігіне қатысты, ол дәлме-дәл уақытысы келгенде жүзеге асады. Соған сенім артуымыз керек. Кейін енді ары қарай оқитын болсақ, жаңағы 3-ші аяттан 5-ші аятқа шейін
Құдайдың адалдығы немесе сенімділігі, өз сөзін орындайтындығы ол жаңағындай кездейсоқ нәрсе емес, ол белгілі бір мақсатпен, мақсаты бар. Соны көреміз. Басқаша айтқан кезде Құдай өз жұмысын, жаңағындай біздің көзқараспен қарағанда мүмкін емес деген жағдайдан өзінің даңқ үшін жүзеге асырады. Ол кездейсоқ нәрсе емес, бірақ белгілі бір мақсатпен Құдай соны жүзеге асырады. Айтады, Ыбырайым Сара тапқан ұлдың атын Ысқақ, яғни еврейше сөз ғой, соның мағынасы күледі деп қойды. Өзіне Құдай бұйырғандай оны 8 күн өткен соң сүндеттеді дейді. Ысқақ дүниеге келгенде Ыбырайым 100-ге толған еді дейді. Осы жақта қарайтын болсақ, жаңағы оған Ысқақ деп қойған жағдай өте қызық. Бағанағы біздің оқыған мәтінде жаңағы Сара Құдайға күлген еді. Қалайша сен бізді қартайған жағдайымызда бала туа аламыз деп Сара күліп жіберді. Ал айтады, жаңағы 18-ші тарау 12-ші аятта Сара күліп жіберді дейді. Кейін оған жаратқан Ыбырайымға жауап беріп жатыр. Сара неліктен күліп тұр? Ол неге мен енді қартайған шағымда бала туа алар ма екенмін деп сұрайды дейді. Жаратқан істей алмайтын тым қиын іс бар ма? Мен белгілі кезде келесі жылы осы уақытта саған тағы да келемін, сол кезде Сараның ұлы болады деп уәдесін бекітті. Сара сасып қалып, мен күлген жоқпын деп мойындамады. Бірақ иеміз оған жоқ, сен күлдің деді дейді. Сол қарайтын болсақ, анау жаңағыдай орыстарда сөз бар ғой, соңғы күлген жақсы күледі деп. Сол мына жақта біздің бүгінгі 21-ші тарауда соңғы күлген кім? Соңғы күлген біздің жаратқан иеміз. Оған айтады, енді балаңның атын күлкі деп қой дейді. Сендер менің үстімнен күлдіңдер, бірақ шын мағынасында менің сөзіме сенбеген, сендер күлкіге қалып отырсыңдар бір жағынан, бірақ екінші жағынан қуаныштың күлкісі бар, сондықтан балаларының атын Ысқақ деп қойыңдар дейді. Сөйтіп жаңағы ұлдың атын Ысқақ күледі деп қойып жатыр. Солай. Жаңағы біз Сараның күлкісін көрдік, бірақ Ыбырайымның да күлгенін көреміз. Оған дейін 17-ші тарауда 17-ші аятта айтады, сонда Ыбырайым Құдайдың алдында жерге бас ұра тағзым етіп, 100-ге келген адам ұлды болып 90-ға келген Сарада бала таба алар ма екен деп іштей күлді. Сол. Қайтадан күлді. Екеуі де күліп жатыр. Жаңағы бірақ нәтижесінде Құдай олардың күлкісіне қарамастан, олардың күмәніне қарамастан, олардан бас тартқан жоқ, ашуланып тастап кеткен жоқ, қайта олардың үстінен бір жағынан жақсы мағынада күліп жатыр, балалардың атын күлкі деп жатыр. Олар сол күмәнденген күлкісін қуаныштың күлкісіне Құдай айналдырды. Сондықтан Құдай адамның кемшілігін жаңағындай жай ысырып тастамайды. Бірақ сол кемшіліктерді Құдай өзгертеді. Кейін мүмкін Ыбырайыммен сөйлескен кезде, сен кезінде күліп едің ба? Күлдім, бірақ соны Құдай теріске айналдырып жіберді, оны батаға айналдырды деп айтар еді бізге. Сол. Сонымен қарасақ, дәл сол сияқты Құдай да біздің кезіндегі іс-әрекеттерімізді, кемшіліктерімізді Құдайға келген кезде ол оны өзінің даңқ үшін пайдалана алады. Кезінде келтірген бір мысал, біреу Исаға келмей тұрып түрмеде болды, жылдар бойы түрмеде болды. Оған қарап біреу айтар еді, бүкіл жаңағындай өмірің түрмеде өтті ғой дегендей. Бірақ кейбір кезде сондай кісілер кейін түрмеден шыққаннан кейін, құтқарылғаннан кейін өздері сияқты түрмеде отырған кісілермен жұмыс істей алады. Өйткені олардың жағдайын жақсы түсіне алады,
кейін мүмкін репцентр сияқты жерде болған кезде оларға сол сүйіспеншілікті көрсете алады, шыдамдылықты көрсете алады. Біз түсінбейтін нәрселерді олар түсіне алады. Сол. И жаңағы Құдай да сондай неше түрлі жағдайлардан біздің өткен шағымызда істеген іс-әрекеттерімізді өз даңқына пайдалана алады. Сол. Тіпті жаңа мысалға Құдай өзін қудалап жүрген Паулды да құтқарады. И кезіндегі оның парызшылдығын қолданып ізгі хабарды уағыздаған кезде, қуанышты хабарды уағыздаған кезде сол парызшылдардың дүниетанымын ол не істейді? Таураттың негізінде кері шығарып, оларға түсіндіреді ізгі хабарды. Құдай әрқашанда қуанышты хабарға сай немесе өзінің рахымына сай адамдарды құтқарғандығын түсіндіреді. Солай. Дәл сол сияқты Құдайдың біздің өмірімізді де кезіндегі біз еске алып өкінетін жағдайларымызды Құдай қайта жаңғыртып, өзінің құтқарғанына сай, өзінің даңқы үшін, өзінің қызметіне қолдана алады. Солай. Сондықтан сіздерде қателеріңізге, болған нәрселерге әрине оны мақтанып, жаңағындай кейбір кезде кейбір кісілер мақтанбаймыз, алайда Құдай сол нәрселерді де қолдана алады. Сол себептен Құдайдың сол рахымынан күдер үзбеңіздер. Сол. Ары қарай оқитын болсақ, мынау жаңағы мына жақта баласын ысқақ деп жатқанымыз кездейсоқ емес, бірақ Құдайдың сенімділігі белгілі бір мақсатпен, тіпті баланың атында бір белгілі бір мақсатпен қояды. Енді 4-ші аятты оқиық, осы ойдың ішінде. Өзіне Құдай бұйырғандай, оны 8 күн өткен соң не істеді? Ыбырайым сүндеттеді. Жаңағы Құдай оған кезінде 17-ші тарауда Ыбырайыммен ресми түрде келісім құрады. Бірақ бұл бір тарапты келісім болатын. Бірақ ол сол келісімге сай оның бір шарттары болатын. Ыбырайымға берген сол келісімнің бір белгісі ретінде кестіру рәсімі болатын. Сол. Ол 17-ші тарау 12-ші аятта былай дейді: болашақ ұрпақтарының әрбір жаңа туған ер баласы туғанына 8 күн толысымен сүндеттелсін немесе кестірілсін. Бұған әулеттеріңе жатпайтын ер адамдар да кіреді, үйлеріңде дүниеге келген құл қызметшілерің болсын, не сатып алынғандары болсын, бәрі де сүндеттелуге тиіс. Содан кейін соны Ыбырайым жүзеге асырғандығын көреміз. Сол бүгінгі мәтінде соны айтып жатыр. Өзіне Құдай бұйырғандай жүзеге асырды. Құдай уәде етті, Құдай не істеді? Орындады. Жаңағы Ыбырайымның өмірінде мойынсыну бар. Сол. Тәртібін көрдік қой. Бірінші Құдай уәде етті, орындады. Ыбырайымның өмірінде кейін Ыбырайым сол Құдайға мойынсынды. Құдай айтқан жоқ, сен мойынсын, содан кейін саған уәде берем деп айтқан жоқ. Оны Ыбырайым өзі бір лайықты болғандықтан емес, алайда Құдайдың өз бір тарапты қалағандықтан Ыбырайымды таңдап алды. Солай. Оны мысалға кестіруге, сүндеттеуге байланысты Құдай алдындағы ақталу парызы емес, бірақ Құдайдың Ыбырайымды өзі таңдап алғандығының сырт белгісі. Солай. Бұны біздің қазақтар қалай түсіну мүмкін? Соны кестірсең, мүмкін бір амалдардың бірі, сауабы тиеді дегендей істеу мүмкін. Бірақ бұл жақта біз дұрыс түсінуіміз керек. Ыбырайым кестірілуі қашан істеп жатыр? Ол жаңағындай Таурат заңына дейінде. Солай. Ол жаңағы естеріңізде болса, Ыбырайымды Құдай қашан әділ деп жариялады? Осы кестіруге дейін Құдай Ыбырайымды әділ деп жариялап қойды. Солай.
ыбырайым Құдайдың айтқанына сенді дейді. Біздің бүгінгі оқып жатқан 21-ші тарау ғой. Бірақ 15-ші тарау 6-шы аятқа баратын болсақ, былай айтады: Ыбырам жаратқан иеге сенді, сондықтан жаратқан ие оны өзінің алдында ақтады, немесе оны әділ деп есептеді дейді. Есеп шотына әділ адам, адал адам, күнәсі кешірілген, таза дегендей қылып есептеді, иә. Өз сөзіммен жеткізуге тырысып жатырмын. Сол, мына жақта Ыбырайым әлі кестіру жайлы әңгіме жоқ, Таурат заңы әлі жоқ. Сондықтан Ыбырайым сол өзінің амалдары арқылы сауап алып, Құдай алдында әділ болды деген түсінік жоқ. Бірақ Ыбырайым сенгендіктен Құдай алдында ақталды деп айтылып жатыр. И Құдай әрқашанда Ыбырайым болсын, Ыбырайымнан кейінгі ұрпақтар болсын, и әсіресе жаңа өсиетте де сол ой айтылады, иә. Осы Құдайдың адамды әділ қылып есептеу, ол амалдарына байланысты емес, бірақ сенімге байланысты. Адамдар өз амал арқылы Құдай алдында адал, әділ бола алмайды. Сол. И ол мынау кестірудің де белгілі бір мақсаты бар, иә. Жаңағы таяу шығыста олар да басқа елдерде істейтін, иә, басқа ұлттарда да оны істейтін, бірақ айырмашылығы мүмкін олар кішкене есейген кезде, иә, жаңағыдай бала есін білген кезде ол нәрсені істейтін. Мына жақта бала жаңағыдай 8 күн кезінде соны жүзеге асырады, кестіретін. Сол. И сол себепті бала өскен кезде не дейді? О, қараңдар, мен өзімнің амалыммен кестірілдім, сол себептен мен мықтымын дей ма? Жоқ, бала өзі шешім қабылдай алмайтын кезде ол кестірілді, иә. Бір жағынан оның да жаңағыдай бір сілтемесі да оның өзінің амалы арқылы емес, бірақ кезінде басқа біреу оны кестірді. Солай. И жаңа өсиетте қарайтын болсақ, қолыстықтарға арналған хатта 2-ші тарау 11-ші аят, иә, айтады: Мәсіхпен тығыз байланысқандықтан сендер рухани сүндеттелдіңдер деп. Яғни бағана көне өсиетте кестірілу арқылы бала сол Ыбырайымның, Құдайдың Ыбырайыммен жасаған келісіміне ортақтасатындығын айтып жатыр көне өсиетте. Ал мына жақта жаңа өсиетте айтады: біз Мәсіхпен байланысқандықтан, Мәсіхте болғандықтан бізде енді рухани мағынада сол кестірілу бар. Бұл қолмен істелінген тәннің кестірілуі емес, Мәсіхтің рухани кестіруі. Яғни оның ескі күнәһар болмыстарыңды түгелдей алып тастауы дейді. 12-ші аятта айтады: сендер Мәсіхпен бірге рухани тұрғыдан жерлендіңдер, әрі Мәсіхпен бірге қайта тірілдіңдер. Бұл Құдайдың Мәсіхті өзінің құдіретімен өлімнен қайта тірілткеніне деген сенімдерің арқылы болды. Шомылдыру рәсімінен өткендерің соны білдіреді дейді. Ол соның шомылдыру рәсім сыртқы көрінісі ғана дейді, иә. Біреудің некелескенін сыртқы көрініс ретінде әйелде әдетте орамал болады біздің қазақ мәдениетінде. Кейін соңғы уақытта ер адамдар, әйел адамда қолдарында жаңағыдай сақиналар болады. Ол өздігінен сақина оларды үйлендірмейді, бірақ үйленгеннің сыртқы белгісі. Сол сияқты шомылдыру рәсімде бір амал ретінде қарастырылмау керек, иә. И жаңа өсиетте біз Мәсіхпен байланыста болғандықтан енді бізге ол кестірілудің, Ыбырайымның келісіміне кіру үшін тәни кестірілудің қажеті жоқ. Солай деп түсінуіміз керек, иә. Сол. Кейін Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 11-ші аят. Кейінірек қана Құдай Ыбырайымға сүндеттеу рәсімін орындауды бұйырды. Яғни бағана біз оқыған жаратылыстың басталуы 15-ші тарау 6-шы аятта Құдай оны әділ деп есептеді, жариялады. Мына жақта айтады: одан кейін Құдай Ыбырайымға кестіру рәсімін орындауды бұйырды. Осы рәсім Ыбырайымның Құдайға деген сенімі арқылы ақталғандығын бекітетін белгі іспетті, иә. Жаңағы сақина адамды үйлендірмейді, бірақ үйленгенін сырттай көрсететін нәрсе. Ал бұл сенім, иә, мәтінде айтады, ал бұл сенім Ыбырайымда сүндеттелмей тұрғанда болған. Сонымен Ыбырайым кейінгі замандарда сүндеттелмей ақ Құдайға сеніп ақталатындардың рухани түп атасы дейді.
сол себептен егер сіздер Иса арқылы Құдайға сенсеңіздер, сол арқылы мынау Ыбырайымға берген Құдайдың батасына ие боласыздар. Сол арқылы жаңағы 12-ші тарау, жаратылыстың басталуының 12-ші тарау Ыбырайымның ұрпақтары арқылы жаңа дүниенің халықтары баталанады, жарылқанады деп жатқаны осы, сенім арқылы Иса Мәсіхке деген оның амалдарына, оның өлімі мен қайта тірілуіне сенгендіктен біз Ыбырайымға берілген уәделерге ортақтаса аламыз. Ол біздің түп атамыз болады. И сол арқылы біз құтқарылуға ие боламыз. Солай. Сол себептен ол жаңағы бүгінгі беріп жатқан Ыбырайымның мойынсұнуы, баласын кестіруі де соның белгісі. Сол. Кейін ары қарай оқитын болсақ айтады. Ысқақ дүниеге келгенде Ыбырайым 100-ге толған еді дейді. Жаңағы адами көзқараспен 100 жастың өзі өте қиын жағдай. Ыбырайымның жасы 100-де болса, ал Сара жас кісі болған кезде соның өзінде таңғалар едік. Ал мына жақта Сараның өзі жасы келіп қалған кісі екендігін түсінеміз. Сол. Жаңа өсиетте осыған байланысты айтады. Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 19-ші аят. Жасы 100-ге келіп қалған Ыбырайым өз денесінде ешқандай күш қалмағанын, әйелі Сараның да құрсағына бала өтпейтінін жақсы білгенімен уайымдап сенімін әлсіретпеді дейді. Басқаша айтқанда уайымдамады дейді. Уайымдау арқылы сенімін әлсіретпеді дейді. Керісінше сонда уайымдамады. Солай. Еврейлерге арналған хатта да көне өсиетке, осы бүгінгі оқып жатқан мәтінге, сол кезеңге қатысты мынандай деп айтады. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 11-ші аятта: сенімі арқылы Ыбырайым жасы ұлғайған шағында әйелі Сарадан бала сүю үшін Құдайдың құдіретін қабылдады. Ол Сараның бедеулігіне қарамастан ұлды етуге уәде берген Тәңір иені сөзінде тұрады деп санады. Сондықтан төрінен көрі жуық қарт адамнан аспандағы жұлдыздар мен теңіз жағалауындағы құм қиыршықтардай сансыз көп ұрпақ тарады дейді. Солай. Осы жақтан қолданыс жасап жатыр. Оның құдіретін, өз уәдесін орындайтындай Құдайдың құдіретін қабылдады дейді. Сол Сараның бедеулігіне қарамастан ұлды етуге уәде берген Тәңір иені сөзінде тұрады деп санады. Сол сияқты бізде Құдайдың уәделеріне сондай сеніммен сеніп, Құдайға үміт артуымыз керек. Сол. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде Ыбырайым айтты ма? Қараңдар жігіттер, баламның атын Ысқақ деп қоймаймыз, баланың атын Жүзбай деп қоямыз деп айтты ма? Немесе Сара таласып, жоқ, оның атын Тоқсанбай деп қояды, менің жасым 90-да еді. Жоқ, бұл жақта атын Ысқақ деп қояды, өйткені Ыбырайым түсініп жатыр, Құдайдың бермесе ол нәрсе болмайды, ол менің бір керемет мықтылығым емес. Соның нәтижесінде осы арқылы Құдайдың аты мадақталып жатыр. Құдай осы арқылы өзінің мақсатына жетіп жатыр. Өзінің уәде еткен нәрсесі уақыты келгенде орындалды, соған назар аудартып жатыр. Құдай өз сөзін орындайтын Құдай. Құдай адалды Құдай. Адал Құдай. Сол. Ары қарай оқысақ, біздің 6-7 аяттарда көретініміз Құдайдың адалдығы ол жеке адамға қатысты, және ол қоғамға немесе сол қауымға қатысты. Сенушілер қауымына қатысты. Солай. 6-шы аятта айтады. Сара қуанып былай деді: Құдай маған күлкі сыйлады. Мұны естіген әркім менімен бірге қуанып күледі дейді. Сол кезде айтып жатқаны, Құдай маған Ысқақ сыйлады. Мұны естіген әркім менімен қуанып ысқақтайды. Ысқақ деп жатқан жаңа күлу. Сол сөзді де жаңағындай көне өсиеттегі адамның аттары мағынасы бар. Қазақтарда
әдетте мағынасымен қойған, кейбір кезде қызық келеңсіз аттар қоюы мүмкін, бірақ әдетте жақсы мағыналы аттар қойған. Мына жақта Құдай өзі ат беріп жатыр, есім беріп жатыр. Солай атап жатыр. Мына жақта бағана Сара мен Ыбырайым жаңағыдай Құдайға күмәнданып күлген болса, мына жақта енді Құдайдың уәдесін орындағандықтан қуанышпен, дұрыс көзқараспен қуанып жатыр. Сол кезде осы Құдайдың олардың өміріндегі жұмыс істеп жатқан мақсаты, оның уәдесіне сену, Құдайға сеніп үйрету, сенімде өсіру. И соның нәтижесінде уақыты келген кезде олар бала берген кезде олардың жүрегіндегі өзгеріс жүзеге асты. Солай рухани өсірді. Сондықтан ол түсініп жатыр, Құдай маған күлкіні берді. Ол мен өзім бір керемет адам болғандықтан емес, мен бір витаминдар ішкендіктен, қымыз ішкендіктен, айран ішкендіктен, өмір бойы ет жегендіктен, сондай бір мықты болғандығымнан емес. Андай біздің осы руымыз сондай мықты, әйелдер қартайған кезде 90 кезде бала пытырлатып туатын кез деп өзінің руын мақтап жатқан жоқ. Бірақ даңқты мадақты Құдайға бағыттап жатыр. Сол мына жақтағы Құдайдың осы адалдығы жеке Сара мен Ыбырайымға қатысты, ол нәрсе жүзеге асырылып жатыр. Қайтын болса, Құдай маған күлкіні сыйлады дейді. И ол нәрсе рас, Сара да қуанып жатыр, бірақ айтады, мұны естіген әркім менімен бірге қуанып күледі. И біз жаңағы Сара мен Ыбырайым Ысқақтан 4000 жыл кейін өмір сүріп жатқан адамдар, географиялық тұрғыдан қаншама мың шақырым жерде тұратындар, генетикалық тұрғыдан, биологиялық тұрғыдан оларға тікелей қатысымы жоқ адамдар осы хабарды естіп қуанып жатырмыз. Солай емес па? Құдай кезінде Ыбырайым мен Сара күлген кезде, керісінше Құдай олардың үстіне күліп жатыр. И олар Құдаймен қосылып, біз де күліп жатырмыз, и бір жағынан қуанып күліп жатырмыз. Сол. И нәтижесінде Құдайдың осы адалдығы Сара мен Ыбырайымның өмірінде жүзеге асты, бірақ Құдайдың адалдығы тоқтаған жоқ. Ол арқылы Құдайдың адалдығы бүкіл Израиль халқының тарихын қарайтын болсақ, сол нәрсе жүзеге асты. Осы қоғамдық немесе қауымдық адалдық деп айтып жатырмын. Кейін нәтижесінде Иса Мәсих арқылы жүзеге асқан кезде ол бүкіл адамзатқа тарады. Соған бізде қатысымыз бар, сондықтан біз осыны оқыған кезде жақсы, енді ол маған не қатысы бар деп күлмейміз, бірақ жақсы мағынада қуана аламыз. Бізде өйткені осыған ортақ біз қатысымыз бар. Сол. Сол. И бізде енді осы арқылы екінші мағынасы қолданыс ретінде Құдай өз уәдесін жүзеге асырады деп қуана аламыз. Сол. И ары қарай қарайтын болсақ, Құдай оларды өзгертті дедік. Мына жақта жаңа өсиетте қарайтын болсақ, осыған ұқсас жағдай болады. Жаңағы ол Луқа жазған хабар 1-ші тарау 46-шы аяттан 55-ші аятқа шейін. Соны кейін жаңағыдай оқысаңыздар болады. Ол жақта Мариям өзінің бала көтергендігін жаңағыдай естіген кезде соған Құдайға алғыс айтады. Жан дүнием иемді мадақтайды дейді. Сөйтіп осы арасындағы байланыс бар. Жаңағы жеке Мариямның өмірінде Құдай керемет нәрсе істеп жатыр. Мариямның өмірінде қуаныш, бірақ ол нәрсе тек қана Мариямның өмірінде шектелмейді. Бірақ осы Мариямның баласы арқылы кім Израильға берген уәделер жүзеге асады, Ыбырайымға берген уәделер жүзеге асады, кейін бүкіл адамзатқа қуаныш алып келетін осы Құдайдың адалдығы, сенімділігі жүзеге асады. Бағана Ыбырайымға айтқан, бүкіл адамзатқа батаңды берем деген осы
нәрсе жүзеге асады. Лука 1 тарау 46 аяттан 55-ке шейін тағы кейін өздеріңіз қараңыздар, иә. Сол. Кейін 7 аят, иә. 7 аятта айтады: Сара нәресте емізетін болады деп Ыбырайымға алдын ала кім айта алар еді дейді, иә. Жаңағы мынау Сараның әлі сөзі. Әдетте ол нәрсе ойлануға мүмкін емес, иә. Жасы келген кісіде ондай болмайды. Бірақ соны айтып жатыр, иә. Сара нәресте емізетін болады деп Ыбырайымға алдын ала кім айта алар еді? Кім айта алар еді? Ешкім. Адами тұрғыдан ешкім, бірақ Құдай айтты. Бірақ екеуміздің егде тартқанымызға қарамастан мен оған ұл туып бердім дейді, иә. Сол. Жаңағы осы мәтінде қойылып жатқан сұрақ риторикалық сұрақ, ешкім деп жауап беру керек, иә. Құдайдан басқа. Тек қана Құдай. Бағанағы біздің оқыған мәтінде жаратылыстың басталуы 18-14-те Құдай айтады: жаратқан ие істей алмайтын бір қиын нәрсе бар ма? Иә, жоқ. Ондай риторикалық сұрақ, иә. Солай. Дәл сол нәрселер тек қана Құдайдың істей алатындығы белгілі, иә. Осындай Құдай осы егер жаңағы жаратылыстың басталуындағы шежірелерді оқып келе жатырмыз ғой, иә. Сол шежірелерді жаңа өсиетте оқитын болсақ, Луға жазған хабар 3 тараудан соңғы аятынан кері оқитын болсақ, біз мынау жаратылыстың басталуын қарадық, иә. Айтады: мынау Адам ата, Құдай Адам атаны жаратқан. Адам атадан кім шығады? Сет. Сеттен Енос, Еностан Қайыннан. Біз кері оқып жатырмыз, иә. Қайыннан Махалалел. Сол кезде бағанағы басқа адамдардың, олардың шежірелері, тармақтары шетке ысырылып жатыр, иә. Жаңағы Адам атаның Қабыл мен Әбіл екі баласы болды ғой, иә. Әбіл қайтыс болды, енді ол түсінікті. Бірақ Қабіл жаңағы жыланның басын мыжалатын адамға ұқсамайды, тұқымға ұқсамайды, иә. Сол оның ұрпақтарын көретін болсақ, олар жаңағы жыланның басын мыжатын тұқым емес, қайта жыланның тұқымына ұқсап кетті, иә. Ауыспалы мағынада. Сол. Кейін сөйтіп келе жатамыз. Қайыннан Махалелден Ерет, Ереттен Енох, Енохтан Мәтусал, Мәтусалдан Ламех. Ламехтен кім шықты? Нұхтан 3 баласы болды. иә, 3 баласынан тек қана біреуі Шам. Шамнан Арпақсат, Шамды таңдады. Шамнан Арпақсат, Арпақсаттан Қайыннан, Қайыннан Шелах, Шелахтан Ебер, Еберден Пелек, Пелектен Рагу, Рагуден Серук, Серуктен Нахор, Нахордан Тарах, Тарахтан Ыбырайым. Жаңа Тарахтан бірнеше бала бар еді, бірақ тек қана Ыбырайым таңдады. Құдай Ыбырайым таңдады. Ыбырайымнан тағы бірнеше бала болады. Ол Исмаил, кейін 25-ші тарауды оқитын болсақ, басқа балаларында болған оқиды. Бірақ Құдай айтады, тек қана Ысқақтан Жақып, ары қарай солай мынау шежіре жалғаса береді, иә. Осы Лұқаның 3-ші тарауын оқысаңыздар болады. Кері жазылған шежіре. Бүгін біздің оқып жатқанымыз осы Құдайдың таңдаған Ыбырайымға Құдай Ысқақты берді. Соның нәтижесінде біз бүгінгі мәтінде көретініміз, Құдайдың адалдығы, өз сөзінде тұратындығы, ол дәлме-дәл, сөзбе-сөз. Екіншісі, оның адалдығы мақсатты, белгілі бір мақсатпен кездейсоқ емес, Құдай соны жүзеге асырды. Құдайдың адалдығы ол жеке, сол белгілі бір адамдарға берген уәделерін толықтай орындайды. Алайда тек олар үшін емес, бірақ олар арқылы бүкіл сол тұрып жатқан халқына немесе бүкіл дүние жүзіне бата болатындай қылып істейді. Енді бүкіл дүние жүзі деп жатқаным ақырында кім келе алады Құдайға? Мәсіх арқылы
адамның руына, ұлтына, әйеліне, ер адам болуына қарамастан кез келген адам келе алады. Сондықтан Құдайдың сөзі орындалған кезде оның адалдығы көрінеді. Сол егер сіз әлі Иса Мәсіхті өзіңіздің Құдайыңыз, өзіңіздің құтқарушыңыз ретінде қабылдамасаңыз, қазір сол мүмкіншілік. Құдайдың кезінде Хауанаға берген уәдесі Ыбырайымның өмірінде жүзеге асты, нәтижесінде Иса Мәсіх арқылы жүзеге асты. Кімде-кім енді Исаға сенетін болса, оның Құдай уәде еткен құтқарушы екендігіне сенсе, өз амалына емес, бірақ Иса Мәсіхтің таза өмірі және айқыштағы құрбандық өлімінен қайта тірілуіне сенсе, құтқарылуға ие бола алады. Ол адам нәтижесінде мынау, қалай айтсам екен, біз өз амалдарымызбен құтқарыла алмаймыз. Мынау Сара өз нәтижесінде мен өзім бала тудым деп мақтанып жатқан жоқ қой. Құдай дүниеге алып келгенін түсініп, Құдайды мадақтап жатыр. Дәл сол сияқты, біздің өз амалдарымызбен құтқарыла алмайтын бізді де рухани жағынан дүниеге алып келеді. Жаңадан көктен туу деген бір жағынан осы, солай. Жақсы, микрофон сіздерде. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе мәтіннен бақылаған өз бақылауларыңыз болса, бөліссеңіз болады.